Аса қомқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қоғамның іргетасы отбасынан басталады. Сондықтан отбасы мықты болса, одан құралған қоғам да мықты болмақ. Яғни мықты қоғам жақсы отбасыдан құралады. Отбасы мүшелерінің бақытқа қол жеткізулері бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен бауырмашылдығына байланысты. Аспанымыз ашық, отбасымыз берік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Жаным, Алла разы болсын сендерге келіп ападан сұрап, ертеңгі ұрпақтарға біз енді бұрынғы ақылды дана аналарымыз, әжелерімізді көрдік, аталарымызды көрдік жаным. Ол кісілердің тәрбиесі деген тәрбиесі ерекше еді. Сол бұрынғы ата-бабаларымыздың, аналарымыздың тәрбиесін біз ұмытпауымыз керек. Бұлай айтса, енді семья болғаннан кейін болмайды ғой, ренжітпей болмайды. Болады ондайлар. Иногда бұл кісі йығылады. Бірақ мен әр уақытта да өзіме, менің әкем айтатын, балам, әйел баласы үйдің ең үлкен шырағы. Еркекті жақсы қылатын әйелдің қолында. Әкем маған осы сөз айтып тұратын үйге барғанда. Есі сен жақсы болсаң дейді, мені күйеу балам төрде отырады, ел сыйлайтын қадірлі болады. Есі сен жаман қылып асырасам қызым болсаң, онда анау есікте барып отырады. Менің баламды сен адам қыл, оқуға түсір, институтқа түссін, ел сыйлап ел құрмет ететін халықтың ақылды ағасы болсын, халықтың атасы болсын. Мен саған осыны табыстаймын. Балам, жалғыз қызымсың пешенеңдегі. Мен сен соны армандаймын. Өйткені шешең жас кетті өмірде, шешең жоқ саған ақыл айтатын. Менен басқа кім ақыл айтады деп әкеммен ылғи сөйтетін. Сол үшін болады, мен сол әкем айтқан сөзін ұмытқан емеспін. Неге? Өйткені мен анамын, балаларым бар. Бұл кісі енді еркек болғаннан кейін еркектің аты еркек болады ғой енді. Кейде бұлай болып қалатыны бар, кейде бұлай болып қалатыны бар. Оның бәрін әйел баласы көтеру керек, оның бәрін шыдау керек. Өнген ақылманнан жол көрсету керек. Жолдасым өтіп кеткеннен кейін, сен мынандай болма, мынандай істе, мынандай істе. Енді мақтанғаным емес, бұл кісінің өзі айтады, бұл кісіге енді істеп жүргенде взятка дейді ғой. Мен сонда айтатын бұл кісіге, әкем несінде. Бір тиын біреуден алушы болма. Бір тиын біреуден қарам нәрсені үйге алып келме. Өзің тапқан адал нәрсебең бар ма? Соны алып кел, соны ішіп, соны жейміз. Керек жоқ маған артық дүниенің. Керек жоқ маған біреуден алған дүниенің. Ешқандай оны дүние алушы болма. Онда да кегеде болады ғой. Мен енді ол кісіге сол сияқты сонымен барып өзінің оқушыларына сабақты ерекше беру керек. Сен ерекше ұстаз болуың керек. Оларды жақсылап тәрбиелеуің керек. Енді әкемнен берген ақылдарын мен бұл кісіге айтып отырдым. Біз ұрысып, ренжісу деген бізде болған жоқ. Болады енді қанша пәнде болады ғой кегеде. Қалжыңдап сөз айтып қояды, болмаса кегеде ренжіп біраз не қылады. Мен үндемеймін, күлем де қоямын. Кейіннен барып мен айтамын, бұл жолы мынандай өйткені Алла жүрегімде тұр ғой. Ол кісіге мүмкін Алла сынау үшін айтқызып жатыр ол сөзді маған. Мен соны сыннан өтуім керек жаным. Мен көбіне соны өйткені әкем айтатын. Балам, адамның жүргені тұрған істегенісінің бәрі Алланың сыны. Бізді сынап жатыр Алла. Осы сыннан біз өтуіміз керек. Ертең Алланың алдына барғанда жауап бересің балам. Еркек біраз едіп айтатын болса, бетіне қарап айқайлап сөйлеуші болма. Қатына жауап берем, үндемей құтылғын, күлді қойғын. Кейін өткеннен кейін барып сөнген ақын өзінің ойындағы ақылыңды айтып татуласыңдар. Ұрсу деген нәрсе болмасын дейді. Мен соғыстың бірінші Алла, екінші әкем арқасында. Енді халық адам еді, солай өмір сүрдім жаным. Мен өзі отырып сұрап көр. Ұрысып талас онда ортамызда болған емес жаным. Ренжісуде деген болған емес. Болады енді кегеде панда болғаннан кейін. Бірақ
баягы сол акемдин айткан сөзү жүрөгүмдө турат. Онун үстүнө жанагы намаз окуйм, бул убакта да бирөөгө көрсөтөм, бирөө көрсөтпөйт, намаз окуп жүргөн кезим. Алладан сурап, Алладан тилейм. Бирок сөз менде.